Ассаламалейкум, менің есімім Жандос, убеждение бойынша экспертпін. Біздер апталық дәрісімізді бүгін жауапкершілік тақырыбынан бастағалы отырмыз. Не үшін жауапкершілік? Өйткені кез келген жетістікке жету үшін бұл қажет және 95% адамдар бұл нәрсені дұрыс емес түсінеді. Жауапкершілік дегеніміз не дегенге қысқаша жауап беретін болсақ, жауапкершілік ол міндеттеме, яғни обязательство. Ал толыққанды анықтамасын ашатын болсақ, ол былай. Жауапкершілік міндеттемені орындауға қатысты әрекеттердің жиынтығын нәтижеге жеткенше орындау және әрекеттерді жасау барысындағы сәтсіздіктерді немесе факаптарды өзінен көру. Біз осы нәрсені қазір талдайтын боламыз. Бұл 4 элементтен тұрады. Олар біріншісі міндеттеме, екіншісі әрекеттер жиынтығы, үшіншісі ол нәтижеге жету және төртіншісі сәтсіздікті тек қана өзінен көру. Алғашқысы, яғни міндеттеме, кредит төлеу, отбасын асырау, ұтып алған тендердегі заказчик алдындағы услуганы орындау секілді нәрселер, яғни бұның барлығы міндеттеме. Бұл жерде жасап көрдім, қолымнан келмеді, немесе көңіл күйім жоқ, ыңғайы келмей тұр деген нәрселер жүрмейді. Яғни сен қаласаң да, қаламасаң да бұл нәрсені өтеуге, жасауға міндеттісің. Міне жауапкершілік деген осы, яғни міндеттеме. Бірақ көп адам жауапкершілікке қалау немесе бір предпочтение ретінде қарайды. Я постараюсь, немесе жасап көруге барынша тырысам, көреміз енді деген нәрселердің барлығы бұл жауапкершілікті алу болып есептелмейді. Және екінші пункт ол әрекеттер жиынтығы. Орташа есеппен бір нәтижеге жету үшін бізге 10 әрекет қажет. Яғни 10 гипотезінің біреуі ғана рабочий болады, жұмыс жасайды. Егер де бір адам 1-2 рет әрекет жасап, яғни болмай қалса, нәтиже бермесе, болмады что-то деп тастай салса, бұл да жауапкершілігі бар адамның әрекет емес, яғни сөз емес. Үшінші пункт нәтижеге жету. Бізде бір әрекет бар, бірақ ол қай және нешінші екені белгісіз ойынның түбегейлі ережесін өзгертеді. Яғни сізді үлкен дамуға, прогресске, табысқа келеді. Бір сөзбен айтқанда game changer дейді, бұл осындай нәрсе. Бірақ именно қай әрекет сізге соншалықты табыс, берекет, молшылық әкелетінін біз білмейміз. И получается, сол 10 әрекеттің ол біреуі ғой. Біз сол берекет немесе элемент удачи бар әрекетке жеткенше біз әрекетімізді үздіксіз тоқтатпай жалғастыра береміз. Мысалы, бір үлкен клиентті случайно самолетта кездестіріп қалдым. Немесе ресурсы көп, қолы ұзын, ақшасы көп бір инвесторды танысып жобаңа тарттың. Немесе компанияңа системаны қойып, сенің компанияңды жаңа деңгейге шығаратын бір қызметкерді жұмысқа алдың. Немесе өте көп жылы лидта келетін бір аутсорстан бір маманды тауып алдың деген секілді, ол бір ғана әрекет, бірақ бүкіл ойынның шартын түбегейлі өзгертеді сен үшін. Бұл жерде элемент удачи бар, немесе басқа тілмен айтқанда берекет бар дейміз да біз бұл нәрселерге. Яғни біз әрекеттерді жасаймыз, бірақ солардың біреуіне элемент удачи немесе берекет қосылған уақытта ол нәрсе бізде резко атып кетеді. Және соңғы нәрсе, төртінші пункт, ол сәтсіздікті тек қана өзімізден көру. Сәтсіздік немесе жұмыс жасамайтын гипотеза болса, тек қана біз өзімізден көре аламыз. Мысалы, аутсорстағы бір адам ақшасын алып лақтырып кетті. Яғни сізге услугасын орындамады. Бұл жерде сіз қанша жерден әлгі кісіні айыптасаңыз да, кінә сізден деп сіз қабылдау керексіз. Бұл жауапкершілікті алу. Нужно было подписать договор. Мысалы, сумма неустойки жазу деген секілді нәрселерді орындағанда бұл нәрсе болмайтын еді. Немесе управляющий, мысалы, сіздің мекемеңіздің управляющий үлкен бір косяк жасады, сол себепті үлкен шығынға келдіңіз. Сіз қанша жерден айыптасаңыз да, сіз әлгі управляющийда жұмыс қалғансыз да, и бұл жердегі жауапкершілік сізде жатыр. Немесе проектке бір инвестор тарттыңыз, ол проект атпай қалды. И соңында проектті атпай қалған уақытта инвестор өзінің сөзінен секіріп кетті де айтады, ақшаны қой дейді. Маған ешнәрсе қызық емес, потому что проект атпай қалды, мен минусқа кеттім деген сияқты нәрселерді айтуы мүмкін. Яғни бүкіл осындай секілді нәрселердің барлығында біз жауапкершілікті, яғни факап, сәтсіздікте біз өзімізден көретін болсақ, біз сол уақытта ғана өсеміз. Бірақ көптеген адамдар
осындай жағдайларда 95% деп айтайыншы, үшінші тарапты кінәлайды. Кез келген сәтсіздік, факап болған жағдайда адам үшінші тарапты кінәлайтын болса, бұл таза лузерский мышление. Өйткені адам үнемі ол үкіметті, ата-анасын, партнерын, басқа адамдарды кінәлайтын болса, бұндай адам ешқашан өспейді. Яғни сәтсіздікті өзімізден көрсек біз өсеміз, сәтсіздікті үнемі үшінші тараптан, басқа адамдардан көрсек, ол өшеміз. Құранда да осыған қатысты нәрсе бар, яғни кез келген жақсылық ол Алладан, ал кез келген жамандық ол өз нәпсімізден дейді. Яғни бұл нәрседен біз не нәрсені ала аламыз? Бағана берекет деген нәрсе бар ғой, сол берекет деген нәрсені беретін Аллахта. И сол берекет элементі келген уақытта біз атамыз. Ал қалған уақытта болмай қалған сәтсіздік, кез келген нәрселер ол өзімізден. Мысалы, адам айтуы мүмкін да, мысалы бір нәрсе атып кетсе, бұл мен ақылды, пысық, алғыр, бір өзгеше ойлайтын болған үшін атып кетті деуі мүмкін. Бірақ бұл мұсылманға жарасатын сөз емес, убеждение емес. Бұл нәрсе не нәрсеге әкеледі? Бұл тәкаппарлыққа келеді. Манағы жақсылықты, берекетті, молшылықты, табысты өзінен көретін болса. Ал ислам бойынша біздер ол нәрсені Алла берді деп Аллаға телейміз, ал наоборот жамандықты өз косягымызды деп білеміз. Бұл осындай сәтсіздік немесе бір факап орын алғанда не істеу керекпіз? Біріншісі, мен сіздерге практикалық тапсырма ретінде айтарым, Телеграмнан канал ашыңыздар, мысалы анализ факап деп ашсаңыз, сол жерге соңғы өзіңізге бойына болған бір опытты жазыңыз. Мысалы, мен адамдармен келістім, маған видео түсіріп, мысалы YouTube-қа салып беруге қатысты, бірақ олар ақшасын алып алды да, мені лақтырып кетті. И осы нәрседен мен қандай польза, выгода ала аламын. Бізде мида мынандай нәрсе бар да, біз миға қандай сұрақ қойсақ, ол соған міндетті түрде жауап береді. Өйткені бұл мидың встроенный табиғи функцияларының бірі. Не үшін мен осындай тупоймен постоянно алдана берем десеңіз, сізге не үшін тупой екеніңізді жасап береді. Ал біз именно прогрессивті түрде, яғни ол жерден пайда алатын да сұрақ қоямыз да, біз бұдан қандай пайда аламыз? Сол уақытта, мысалы, бірінші договор жасау керек еді, екінші сол маманға қатысты кері байланыс алу керек еді, үшінші сумма неустойки жазу керек еді, төртінші оның жасына қарау керек еді деген сияқты осындай пункттарда жазатын болсаңыз, келесіде сіз бұл нәрсені қайталамайсыз, скорее всего. Бірақ көптеген адамдар не үшін бір қатені қайталап жасай береді? Өйткені ол болған нәрсесіне рефлексия жасамайды. Яғни бір ойланбайды да, не үшін бұл нәрсе болды, орын алды деп. Ол орын алып анализ жасамаған үшін бұл қателер қайталана береді. Қайтадан айтқым келеді, біз манағы самобичеваниемен айналыспау керекпіз. Самобичевание дегеніміз ол өзін кінәлап манағы жер қылу да, бұл бізге пайда бермейді. Біз бұл жерде бағана айтқандай пайданы, выгоданы ойлау керекпіз. Сол уақытта ғана осы ситуациядан через анализ біз победитель болып шыға аламыз. Осыған қатысты бір хадис бар, сонымен бөліскім келіп тұр. Бұл құдси хадис, получается, тозаққа кіретін алғашқы 3 категория адамға қатысты. Біріншісі ғұлама кісі. Аллахтың алдына келгенде Аллах сұрайды екен, сен кім үшін білім алдың, кім үшін осы нәрсені тараттың, жайдың деп. Сол уақытта әлгі ғұлама кісі айтады дейді, мен сен үшін, сенің разылығың үшін істедім деп. Сол уақытта Аллах айтады дейді, сен өтірік айттың. Сен бұл нәрсені адамдар ғалым десін, білімді десін, күшті десін деп айту үшін істедің. Яғни сен қалағаныңды өмірде алдың, енді саған бұл жерде берер еш нәрсем жоқ, сен тозаққа деп, сөйтіп тозаққа жібереді. Сөйтіп екінші адам келеді, бұл Аллах жолында көптеген ақшаны манағы садақа еткен адам. Сөйтіп Аллах одан да сұрайды екен, сен бұл ақшаны кімнің жолында, яғни не үшін бердің деп. Ол кісі де айтады екен, мен сенің разылығың үшін, сенің жолында көптеген дүниемді бердім деп. Сол уақытта Аллах айтады екен, сен өтірік айттың. Сен бұл нәрсені сен жомарт дейсің, красавчик дейсің, бай дейсің деп айту үшін бердің. Сен бүкіл манағы қалағаныңды дүниеде алдың, саған бұл жерде алар еш нәрсе жоқ деп, бұны да тозаққа жібереді. И үшіншісі, Аллах жолында қайтыс болған шахидті, яғни келтіреді, батыр адамды. Ол адамнан да Аллах сұрайды, не үшін соғыстың, не үшін жаныңды бердің деп. Ол кісі де айтады екен,
мен сенің жолында шахид болу үшін жанымды барымды салып аянбай күрестім деп. И Аллах айтады екен да, сен өтірік айттың, сені батыр дейсің, күшті дейсің, мықты дейсің деп айтсын деп сен соғыстың, сол себепті сен қалағаныңды дүниеде алдың, бұл жерде саған ешнәрсе жоқ деп Аллах айтып, оны да тұзаққа жібереді дейді. Бұл құдси хадис, қайттан айтамын, яғни Аллахтың пайғамбарға айтқан сөздері саллаллаху алейхи уассаламға. Яғни уахи деген ол құран болатын болса, құдси хадис деген Аллахтың айтқанын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның цитировать еткені. Осындай жағдай болады. Осы үш ситуация, осы үш кейіпкер бұл тозақтың отын тұтататын алғашқы адамдар болады дейді. Яғни тозаққа кіретін алғашқы үш категория адам. И жәннатқа кіретін де алғашқы үш категория осы адамдар болады. Бұл жерден біз қандай вывод, даналықтарды ала аламыз? Аллах сұрады дейді да бұл адамдардан. Сен бұл нәрсені не үшін жасадың деп. Хотя Аллах біліп тұр дейді. И бұл адамдар Аллахтың сұраған сұрағына өтірік айтты дейді. Яғни дүниеде бұл адамдар, получается, не үшін в глубине души, не үшін жасап жүргендерін өздері біледі дейді. Манағы мансап үшін, атақ үшін, белгілі бір сөздерді есту үшін жасап жүрген өздері біледі дейді. Но настолько олар өздері дүниеде сол нәрсені өздеріне айтып, өздерін сендіріп тастаған, сол өтірік айту арқылы ғапылдыққа, соқырлыққа салдып, тіпті Аллахтың алдына келгенде де бұл адамдар өтірік айтып тұр дейді. Яғни сен дүниеде өтірік айтарсың, бірақ ақыретте өтірік айта алмайсың ғой. Яғни Аллахтың алдына келіп те бұл адамдар өтірік айтып тұр. И сол үшін Аллах бұларды тозаққа тастады дейді. Осы үш категория адам өздерін ақтау арқылы, оправдывать ету арқылы соқырлыққа, ғапылдыққа салынған. Яғни бұл жерде Құранда тағут деген түсінік бар. Тағут деген жалған құдай да. Ол система болуы мүмкін, ол адамның өзінің нәпсісі де болуы мүмкін. Яғни олар өздерінің нәпсісіне беріліп, сол нәрсеге құлшылық ұрып, оправдывает, постоянно өздерін ақтап алады, өздерін қорғап алады. Анау кінәлі, пәленше кінәлі деп айтып тұрған сол да. Яғни біз өзімізді әрдайым қорғау арқылы, ақтап алу арқылы ешқандай жақсылыққа, материалды тұрғыдан жетістікке жету жағынан да біз ұтпаймыз. Ақырет тұрғысынан да біз ұтпаймыз. Егер постоянно үнемі қателіктерді біреулерден көретін болсақ. Енді мен мына нәрсені айтқым келеді. Юнус алейхиссаламның қиссасы бар. Юнус алейхиссалам деген Құранда өзінің қауымын Аллаға шақырып жүреді, бірақ көп адам дінге келмеген үшін ренжіп, ашуланып, кемеге отырып кетіп қалады. Сол моментте қатты шторм басталады түнде, и кораблекрушение болады. Кеме сынып, суға түскен уақытта оны кит жұтып қояды. Сол моментте, получается, түн бар, үлкен толқынды шторм бар, и кит бар да. Өзінің шарасыздығынан, өзінің қате жасаған сол моментте Юнус алейхиссалам түсінеді. Яғни ол мойындайды да, ол халық андай болды, по-любому түсінбейді, мен сол үшін кетіп қалдым деп, ол яғни ақталмады дейді. Сол моментте Юнус алейхиссаламның дұғасы бар. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин дейді. Ла илаха илля анта, яғни бұл жерде Аллахтан басқа құдай жоқ деген нәрсе дейді. Яғни мен бұл жерде мына нәрсені айтқым келеді. Кез келген тупиковый ситуация болады ғой, яғни сіз мен шеше алмаймын деген нәрсе не үшін болады? Адамның өмірінде адам сол өзінің әлсіздігін мойындап Аллахқа бет бұру үшін. Яғни адам өзінің ақылына, күшіне, партнерына, байлығына, мансабына, креслосына сеніп, Аллаға тәуекел етуді қояды. Сол моментте ол себеп салдарға, дүниелік нәрселерге арқа сүйеп кетеді. Сол нәрселердің барлығын нерабочий екенін көрсету үшін сені Аллах осындай тупиковый ситуацияға қояды дейді. И сол уақытта біз өзіміздің әлсіздігімізді мойындап Аллаға бет бұрамыз. И бұл жердегі ситуацияда сондай. И Юнус алейхиссалам осы дұғаны айтқан уақытта, бірінші Аллахтан басқа вариант жоқ, бұл нәрсені шешетін деген мағына, қарапайым тілмен айтатын болса, субханака дейді, яғни сен пәксің, бүкіл кемшіліктерден адасың. Инни кунту миназ залимин, шын ақиқатында мен өз-өзіме зұлымдық жасағандардан болдым деп, ол өзі айтып тұр дейді, бұл жерде мен допустил деп. И Юнус алейхиссаламның бұл дұғасы, пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи вассалам, егер осы дұғаны жасау арқылы дұға ететін болса, дұға қайтарылмайды дейді. Яғни бұл да кез келген нәрсенің есігін ашушы дұға.
И біз осы хәл арқылы мен мойындаймын, Аллахтан басқа маған бұл проблемамды шеше алмайды ешкім деп, сол нәрсені мойындап, Аллаға жалбарынып, өзіміздің қатемізді мойындайтын болсақ, біз бұл жағдайда тек қана ұтамыз. Мысалы, бұл осы сіздің басыңызға түскен іс проблеманың артына барайықшы. Осындай тупиковый ситуация болған уақытта не істеу керек? Біз кез келген саналы адам ойланатын болса, самоанализ жасайтын болса, рефлексия жасайтын болса, ол міндетті түрде өзінің манағы, мен айттым ғой, договор жасамай қалды, басқа адамдардан отзыв алмай қалды деген сияқты. Бұл дүниелік себептер. Біз оның қазір рухани ішкі себептерін талдап жатырмыз. Оның ішіне үңілген уақытта адам өзінің допускать еткен, өзіне көп алып қойған моментін міндетті түрде көреді, егер самоанализ жасайтын адам болса. Мысалға, әйеліне сыйлық берді, ішкізді, жегізді, көңіл бөлді, бірақ жасаған уақытта ол маған бойсұнсын, мені мойындасын, мен өзімді көрсетейін деген сияқты мақсатпен жасады. Аллах разылығы үшін емес. Мысалы, бұл жерде кімнің басшы екенін, мен қазір былайша айтқанда подкуп дейді ғой, мен оған мына нәрселерді берем, ол үндемей мен айтқанымды тыңдайды, мен дегенім жасайды деген сияқты бір ниетпен жасады. И келесі күні әйелі бәрібір недовольны. Кешегі болған уақыт бөлу подаркасы как будто болмай қалған сияқты, бәрібір недоволен болып сөйлей жатыр да. И то есть айтайын деп тұрғаным бұл жердегі сол. Осы нәрселер не үшін болады? Немесе тағы бір кәсіптен бір мысал берейін. Мен бұл адаммен партнер болдым, бұл жоба жырба атып кетеді деген сияқты болады ғой. Сенім. Адам болса барлығы таниды, подписчигі көп, мықты, мана беделді адам, бұл адаммен партнер болсам болды, бұл жоба міндетті түрде атады деген сияқты нәрселерді обычно адам арқа сүйеп, Аллаға емес, мана дүниелік себептерге тәуекел етеді, дүниелік нәрселерге сеніп қалады. Сол уақытта көп жағдайда тупиковый ситуация болады. Сен ожидание реальность болып қалады, бір сөзбен айтқанда. И осы нәрселердің барлығы манағы Юнус алейхиссаламның киттің ішінде болған секілді, біздің то, что мы допустили рухани тұрғыдан, біз дұрыс емес нәрселерді жасадық, өзімізге көп алып қойдық, мана сыртқы күштерге, дүниелік нәрселерге арқа сүйеп қойдық деген нәрселерді көрсету үшін басымызға келеді. Яғни біздің сәтсіздік болған уақытта жасайтын ең бірінші нәрсеміз ол біздің рухани, біздің допускать еткен жерлерімізді іздеу. Сол үшін тәубе ету, истихфар ету, және екінші дүниелік жағы ол бағанағыда договор жасамай қалдық, біз сол адамға қатысты отзыв жинамадық деген секілді уже екінші нәрсе. Мен осы нәрсені анализ жасау үшін, сіздер сол нәрсеге бейім болу үшін, осы нәрсені сіздерге кеңес берем. Телеграм каналдан, телеграм каналды ашып, осы нәрселерді рухани және дүниелік себептерді өзіңіздің жасаған кемшіліктерді жазатын болсаңыз, міндетті түрде біз бұл нәрселерден победитель, ұтушы болып шығамыз. Және ол жалғыз дүниелік емес, сонымен қатар ақыреттік пайдамыз үшін де. Егер пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп, алдағы уақытта болатын сабақтарыңызды күтіңіздер.